Сәлем қыздар, бүгін творожный пирог дайындап үйренетін боламыз. Ол үшін бізге 300 грамм ұн, 10 грамм разрыхитель, 100 грамм сары май керек болады. Барлығын жақсылап араластырып, үгілмелі ұнтақ дайындап аламыз. 2 жұмыртқаға қантымызды араластырып, ұнтақтың үстіне салып, жақсылап қамыр илеп аламыз. Иленген қамырымызды 30 минутқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Енді ішіндегі салмасына 300 грамм творог, 3 қасық қаймақ және де 3 қасық қантымызды, ванилинімізді салып жақсылап миксермен араластырып дайындап аламыз. Дайын болған қамырымызды жайып алып, өзінің ыдысына саламыз, ортасын вилкамен тесіп шығамыз. Салмамызды құйып, пеште 170-180 градуста 45-50 минуттай пісіріп аламыз. Баршаңызға ас болсын. Менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.